Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздерге лимонның қандай керемет пайдасы бар екендігін тілге тиек етпекпіз. Қышқыл, әрі ерекше дәмі бар өсімдік маңайының барлығын тазартады. Сонымен қатар иммунитетті көтеріп, түрлі вирустарды жоюда өз пайдасын тигізеді. Лимон жемісі айналасын хош иіске бөлейді. Сондай-ақ депрессиядан шығуға көмектеседі. Мамандардың айтуы бойынша, сары өсімдік адамның басындағы терісін жақсы тазалайды. Бұдан бөлек, теріге шыққан безеу, өзге де ауруларды жоюға көмектеседі. Лимонды екіге бөліп, ауырып тұрған мүшелеріңізге тигізсеңіз, ондағы микробтарды жоя алады. Сондай-ақ, тырнағыңызға дерт пайда болып, тыныштық бермесе, лимон басып қойсаңыз, көмегі тиері сөзсіз. Егер жылы сумен лимон өсімдігін ішсеңіз, артрит, ревматизм сынды аурулардың алдын алуға болады. Лимонды күнделікті пайдалану бетті тазалап қана қоймай, әжім түсуден сақтайды. Сондай-ақ, суға лимон тілімдерін қосып ішкен дұрыс екені дәлелденген. Лимон тілімдері қосылған суды денсаулық сусыны деп атайды. Ол иммунитетті жақсартуға, ұмытшақтық пен қан аздық сияқты сырқаттардан арылуға көмектеседі. Жүрегіңіз айнып, майлы тамақ жегеннен кейін құсқыңыз келсе, жарты лимонның шырыны мен жарты шай қасық ас содасын араластырып ішсеңіз, ауруыңыз бірден басылады екен. Лимон құрамындағы магний, калий мен С дәрумені жүрек және жүйке жүйесін жақсартады. Қан қысымын қалыпқа келтіреді, теріге нәр береді. Сондай-ақ, артық салмақтан арылтады. Ол үшін күнделікті 1 стақан лимон қосылған суды 3 мәрте қабылдау керек. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек аурулардың алдын алып, ағзаны зиянды қалдықтардан тазартады. Егер сіз тістеріңіз ақ, әрі мықты болсын десеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Күнделікті таңнан кешке дейін лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын қалыпқа келтіріп, бойға күш, қуат пен сергектік береді. Күйзеліс пен көңілсіздіктен арылтады. Бұл шырын жаздың аптап ыстық күндері шөлді, қыстыгүні жанға жылулық пен күш сыйлайды. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ жайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимонның тағы бір пайдасын айта кетейік. Сүйелдерге 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан жарты стакан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста кезеңдеп шайқап отырып, 8 күн ашыту керек. Сүзіңіз. Осы тұнбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Беттегі секпілдерге 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз. Және секпілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 рет маска жағуға болады екен. Достар, бүгінгі менің видеом ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.